Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары абай даналығын Мұхтардың жүрекке ой салар мағыналы сөздерінен таниды. Сіздердің назарларыңызға Абай жолы роман эпопеясының жолда бөлімінен үзінді ұсынғалы отырмыз. Кеш қараңғы, қоюланып келеді. Үлкен үйдің бұрыш-бұрышынан қарауытып түн туып тұтасып келе жатқан тәрізді. Жидебайдағы қыстаудың ең үлкен бөлмесі осы еді. Кілемді, текеметті, алашалы, көрпелі, меймандос мол үй. Абайдың кәрі-әжесімен өз шешесімен бірге тұратын үйі осы еді. Әлі шам жағылған жоқ. Жұрттың көбі тыста мал жайлап жүр. Кейде кең үйдің іші құлазығандай дағдыдан тыс бір оңаша. Шыңғыс жаққа қараған терезенің алдында қос тізерлеп, екі шынтағын терезенің алдына салып, негізгі қолдарын үстіне қойып Абай отыр. Бұдан басқа оң жақта жер төсектің үстінде балау атқан Зере бар. Тізесімен тербетіп отырғаны Айғыздың туған немере қызы 3 жасар Кәмшат. Кәрі әже күндегі машығы бойынша бесік жырын айтуда. Өте бір өзгеше ескі жыр. Абайдың өз әжесімен басқа ешкімнен естімеген жыры. Кішкентай күнінде Абай өзі де кеш сайын осы жырдың тербеуімен ұйықтағаны есіне түсуде. Сол күндерден бір ырғағы ауыспаған, бір сөзі де өзгермеген, ана жүрегінде айнымас нақ жыр. Осындай қоңыр кештің қоңыр күйі бейуағына жеткен әженің өмірлік гөйі. Сырт қарап отырған Абай әженің кейде шерлі, кейде мейірбан рақым күйін өзін тербетіп отырғандай сезеді. Аяқталмай созылып түссе екен деген бала қиялы. Осы қыстауға қонғанша бәрі кеш сайын Абай ешкімге білдірмей, елеусіз ғана әжесімен оңаша қалады. Неге қалатыны әжесіне де айтпайды. Жалғыз-ақ кеш батып, қораға мал келетін уақыт тақалғанда кіші шешесі Айғыздың үйіне барып, мына кішкене қарындасы Кәмшатты көтеріп, еркелетіп ойнап жүреді де, ажарында әжесіне ойнап болған соң ақырында әжесіне әкеліп береді. Кәмшат тез ұйықтамайды. Қазірде ала көлеңкеде кәрі әжесі байқап отыр. Ән тоқтай қалса, кішкентай қыз қарақаттай қап-қара көздерін ашып алады. Ұзын кірпігінің ұйқылы ояу қағып, тағы айт дегендей қыңқылдай бастайды.